Ассалаумағалейкум, құрметті мұсылман бауырлар. Бүгінгі біздің оқиғамыз бір әйел мен ұстаздың арасындағы әңгіме. Бір әйел ұстазға келіп: "Е, ұстаз, бұл адамдардың бәріне не болған? Ешқайсысы маған ұнамайды. Ана келінімнің түрі анау, артынан келген дүниесінің түрі анау, берген шайының түрі анау, анау балам да солай, аңқ демейді, қаңқ демейді, соның айтқанынан шықпайды. Күйеуім болса анау, жұрттардың күйеулері сияқты болмайды. Қызым болса анау, көршім болса бәлеқор, әріптестерім болса өңшең, бетімен кеткен. Қандай адаммен араласа да ешқайсысы жақпайды." Ұстазына келіп, осы адамдардың бәріне не болған деп сұрайды ғой. Ұстаз жауап береді: "Жақсы, бәрі сені ренжіте ме? Иә. Бәрі саған жақпай ма? Енді бәрі демей қойын, арасында жақсылар бар ғой, бірақ көбісі маған жақпайды. Жарайды, онда былай жасайық. Сені ренжіткен адам болса, немесе сенің көңіліңе тиіп, саған жақпайтын адамдар болса, бір картопты алып, сол картопқа саған ұнамайтын адамдардың аты жөнін жаз, есімін жаз. Сол картопты өзіңнің дорбаңа, яғни қалтаңа салып жүр. Сол ғана ма? Сол ғана. Бір айдан кейін кездесеміз деп ұстазы осындай тапсырма беріп жібереді. Әлгі әйел жеңіл тапсырма, жақсы деп үйіне қарай кетеді. Бір айдан кейін мүлдем көңілі жоқ анау ұстазын ұрғысы кеп ашуланып келеді. Әйелдің түрі, қабағы түйілген, ұстазына қарап: "Ей, ұстаз, сен маған не дедің? Мына картопты айтқаның не? Бір ай болды, әр ренжіткен адамның атын жазып, есімін жазып, қабыма, дорбама салып жүрмін. Мына дорба біреу емес, екеу болды. Ол ауырлай түсті уақыт өте келе. Ол ауырлығын қоя берші, көтерерміз. Бұл бір айдың ішінде іріп шірейді екен ғой, сұмдық. Шіріп саси бастады. Мен келе жатқаннан мынау сасық адам келе жатыр, осының дорбасының ішінде не бар екен деп менен қаша бастады. Мені қандай адамға айналдырдың?" дейді. Ұстазы қарайды: "Жарайды, міне сен картоптың иісін иіскеп." Ұстазы қарап тұрып: "Міне сен енді өз-өзіңе келдің. Картопқа адам есімдерін жаздың, оны дорбаңа салып арқаладың. Ол уақыт өте келе шіріді, іріді, сасыды. Сенің қасыңа келгенде адамдар сол картоптың иісінен қаша жөнелді. Бұл сенің мінезің де тура осы секілді. Сені біреу ренжітсе, оның ренжісін өзіңе алып, өмір бақи ұмытпай, сол адамды қай кезде көріп қалсаң, немесе бір кішкентай ғана кемшілігін көрсең, бұрынғы нәрселерін айтып, ол адам солай жасаған деп, сол барлық адамдарды кешірмесең, осы картопты көтерген екі қоржындай жүгің ауырлайды. Барлық адамның айтқан сөздерін Алла разылығы үшін кешіріп жібермесең, ол да сенің картоп қаптың ішін қалай сасытса, адамдарды кешірмеу, кек сақтау, ол да сенің жан дүниеңді солай састадың болады. Сондықтан картоптың сасық иісінен адамдар қалай қашса, сенің жаман мінезіңнен адамдар солай қашатын болады деп түсіндірген екен. Құрметті жақсылар, Алла Тағала сана бергеннен кейін
баршамыз сол санамызды қолдануды Алла нәсіп етсін. Қаппен картоп арқаламай, жақсылық арқалайық. Кімде-кім бізді ренжіткен болса, Алланың разылығы үшін кешіріп қояйық. Алланың разылығы үшін баршаңызды жақсы көрем. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.